Сәлем балақай, бүгінгі тапсырмаларды бірге орындауға дайын болсаң, сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі сабақ 5-ке дейін санау деп аталынады. Бірінші тапсырмада 2, 3, 4, 5 сандарының құрамын айт деген. 2 саны 1 және 1 сандарының қосындысынан тұрады. Келесі 3 саны 1 және 2 сандарының қосындысынан тұрады. Немесе 2 және 1 сандарының қосындысынан тұрады. Келесі 4 саны 1 қосылған 3 немесе 2 қосылған 2 немесе 3 қосылған 1. Келесі 5 санының құрамы 1 қосылған 4, 2 қосылған 3, 3 қосылған 2 немесе 4 қосылған 1. Келесі тапсырмада ауызша есепте кез келген 4 мысал жаз деген. Бұл жерде берілген өрнектердің мәнін табайық. Келесі тапсырмада суреттер бойынша өрнектер құрастырып жазуымыз қажет. Бірінші суретке назар аударайық. Бірінші тәрелкеде 4 алма берілген, екінші тәрелкеде 1 алма берілген. Барлығы 5 алма болады. Келесі суретте 1 алма берілген, оған екінші тәрелкедегі 4 алманы қосамыз. Сонда барлығы 5 алма болады. Келесі тәрелкеде 3 алма берілген, оған екінші тәрелкедегі 2 алманы қосамыз. Сонда барлығы 5 алма болады. Келесі суретте тәрелкеде 2 алма, одан кейін 3 алма берілген. Бұл екеуін қосқан кезде барлығы 5 алма болады. Келесі суретте бірінші тәрелкеде 2 алма, екіншісінде 1 алма берілген, одан кейінгі тәрелкеде 2 алма берілген. Барлығын қосамыз. Сол кезде барлығы 5 алма болады. Келесі мына суретке назар аударамыз. Бірінші тәрелкеде 1 алма, екінші тәрелкеде 2 алма тұр. Келесі үшінші тәрелкеде де 2 алма тұр. Барлығын бір-біріне қосқан кезде 5 алма болады. Сурет бойынша өрнектер құрастырдық және оның барлығының мәні 5-ке тең болды. Келесі мынадай тапсырма. 5 карандашты 2 бос қаламсауытқа сал. Әр қаламсауытта неше қарындаштан болуы мүмкін? Алдымен жасыл сауытқа 3 карандашты саламыз. Келесі қызыл қаламсауытқа қалған 2 карандашты саламыз. Сонда бірінші қаламсауытта 3 карандаш болды, екінші қаламсауытта 2 карандаш болды. Келесі жасыл қаламсауытқа 1 карандашты саламыз да қалған 4 карандашты қызыл қаламсауытқа соламыз. Сонда бірінші қаламсауытта 1 карандаш, екіншісінде 4 карандаш болды. Келесі тәсіл жасыл қаламсауытқа 2 карандашты саламыз да қалған 3-еуін қызыл қаламсауытқа саламыз. Сол кезде бірінші қаламсауытта 2 карандаш, келесі екінші қаламсауытта 3 карандаш болады. Келесі жасыл қаламсауытқа 4 карандаш саламыз. Қызыл қаламсауытқа 1 карандаш саламыз. Сонда жасыл қаламсауытта 4 карандаш, қызыл қаламсауытта 1 карандаш болады. Берілген суреттегі қаламсауытқа салу арқылы карандашты мынадай өрнектер құрастырдық. 1 қосу 4 тең 5. Немесе 2 қосу 3 тең 5. Немесе 3 қосылған 2 тең 5-ке. Келесі 4 қосылған 1 тең 5-ке. Математика пәнінде берілген әрбір есеп түсінікті болды деген ойдамын. Олай болатын болса, келесі сабақта кездескенше.